Ескіше хат таныды. Әлдебір бәлшебек келіп, темір жол салуға елді насихаттағанда соған ілесіп кетті де, бірер жылдан соң оралып, жаңа ашылған кооператив дегенді ұстады. Көп ұзамай істі болып қалды. Тексерісте кооперативтің дүниесі кем шығады. Қаңтардың қақаған аязды түнінде бұлардың терезесін келіп қақты ғой ол. Өңкейген неменің қан сөлсіз ұсқынына үңіліп отырып, әкесі сұраған: «Өкіметтің дүниесіне неге қол салдың?» «Көке, мен емес, имандай шыным». «Ой, қай сөзің?» «Ауданға тасыдым». «Ол не дейді?» «Кім аудан?» «Жуытпайды, куәгерім жоқ». «Онда кімге өкпелейсің?» «Ешкімге». «Өзіңе деме?» «Өзіме, одан не шығады?» «Ал мына қашып пысқаныңнан ше, өкіметтің құрығы ұзын. 3 жыл қолдарына түспесем, іс өзінен өзі жабылып қалады екен». «Бақандай 3 жыл, қайда тығыласың?» «Ақпанның аяғына дейін паналатыңыз. Әр жағы құмға сіңіп кетемін, жоқ десеңіз, ұстап беріңіз өз қолыңызбен». Әкесі оны қалдырды. Күндіз таңғыл аяқ, киізден басқан жер затын кебентайын кигізіп, қойнына тіске басар тығып тауға жібереді. Түн ортасында баспалап келіп, қорадағы аздаған уақ жанның арасына келіп жатады. Ара гідік ауыл сәбет милициямен ат ойнатып келіп тұрады. Сұрайтындары: «Қозыбас қашқын көздеріңе түскен жоқ па? Пендешілік жасап, жасырып жүрген жоқсыңдар ма? Өйтсеңдер статья жаман». Қозыбас түн ортасында таудан оралғанда, тамақ ішіп отырып әкесімен күбір-сыбыр әңгіме айтатын. Сонда ұққаны, кооперативтің дүниесін аудандағы дөкейлерге тасытқан осы ауыл сәбет. Оңмен солын танып қалған бұл әкесінен сұрайды: «Көке, бәлесіне қалмаймыз ба?» «Біліп қойса қаламыз». «Онда неге?» «Басына іс түскенге жамандық істеуге болмайды. Обал сауабы бар». Содан көктемнің жылымығы білінісімен Қозыбас бір түнде жоқ болып шыққан. Әкесі екеуі 2-3 күн айнала төңіректі түгел сүзіп шыққан. Жаман ойлары оқыс жазым болып, бір шұқанақта не өліп, не мертігіп жатқан жоқ па? Әйтпесе, қайыр қошты неге айтпай кетті? Не қылса да әйтеуір Қозыбас ізғайым жоғалған. Енді міне, көктен түсті ме, жерден шықты ма? Дәржінің құмы сақтаған ғой жанын. Сірә жер көкті жайлаған ашаршылық шығар оны қуып шыққан. Жан сауғалап арқарлыға оралған ғой. Одан не табады? Ауылы аштан қатып қалған жоқ па? Енді мынау шоқ қамысты паналап, жол торып. Біраз ұзаңқырап кеткен әйелі артына жалтақ-жалтақ қарағыштайды. Бұл қолын алға сермейді. Кете бер, тоқтама дегені. Аналар қайта аяқ басқан. Сол сүйретілген қалыптары. Аштықтан әлсіреген. Әйтпесе аттап-пұттап жетіп келмес педі. Соңына үрей түскенді кім көріпті? Қуғынның сұмдығы сол үрей болар. Әне мінелеген қорқыныш жанын жеп, дәрменін таусып барады. Аяғы өзіне бағынуды қойған. Әлтек-тәлтек. Әйтеуір медеті құтылып кетуден дәмелі. «Ей!» деп қатар қырылдады аналар. Қолдары ермеңдеп, бұның ту сыртын көрсете береді. «Не?» деп бұлды артына жалт қараған. Сұлап жатқан сол құла дүз. Қыбыр еткен дәнеңе жоқ. Аналардың қолдары ербеңдеп, сілейген қалыптары. Көздеріне сірә қос көрінген. Әлде шатаса бастады. Таң қалғаны, жып-жылы әлдене арқасынан сипағандай болды. Соның жылылығы тұла бойына тарап, аяқ-қолының дірілі сәл басылған сыңайлы. Ол алғаш рет адамның күш-қуатының, сабыр төзімінің тылсым бір демеуі болатынын сезінді. Оның қайдан келетінін, қалай болатынын әрине білмеді. Бұл өзімен өзі болып тұрғанда, соңындағылар еш жиып, ентелеп кеп қалыпты. «Қозыбас аға, қалыңыздар» деген бұл. «Сабыр етіңіз». «Көп сөзді қой сен, айтқан істемесең өлтірем ит, болмаса ат бізді». «Қалай? Сізді, адамды?» «Көрің тұрайын, көп сөзді қойда көздек әні». «Көздей алмаймын». «Онда айтқанымды істе». «Жасаған жақсылығымыз қайда? Жасырып едік қой бір қыз. Жақсылық жадыда қалмай ма?» «Өліп бара жатсаң бәрін де ұмытасың ақымақ, енді шыдай алмаймыз».
Айтқандары рас болу керек. Ендігі жерде бері қарай далбаңдап ұмтылулары жаман. Шошып кетті. Мылтығын қайта кезеген. Кезеп тұрып, енді аямаймын деп бақырды. Оны елейтін аналар болмады. Тіпті өршелене түседі. Қара мылтықтың ұзын ұңғысын үшеуіне кезек-кезек кезеді. Гүрс етті. Бірақ тағы да далаға кетті оғы. Дәлдеп атуға тағы да бір күш жібермеді. Тағы да дәті бармады. Бұл жолы аналар алғашқыдай мылтық оғынан сескеніп, тосылып қалған жоқ. Тіпті елең етпеді. Керісінше, өлімге өздері ұмтылғандай өңмеңдей түсті. Кенжеғазы бар үміт сенімінен айырылып, есінен мүлде ауып бара жатқандай еді. Не істеу керек кәне? 3 патроны бар еді ғой. Мына үшеуін сол 3 патронмен бағанақ неге жаратып салмадым деп өкінеді енді. Сөйте алмады емес пе? Қандай да бір құдіретті күш жібермеген оған. Мылтықпен қорқытып үркітіп, беттерінен қайтарам ба, тоқтатып тастаймын ба деп үміттенген. Араны ашылып кеткен қу құлқын Құдайдан да құдіретті екен. Құдайдың өзі де тоқтата алмасын білмепті. Соңғы патронға қарады. Өлердей өкініштен өзек өртенді. Өкпесі қысылды. Самғап ұшып шығар саңлау іздеді. Адамға мүмкін емес нәрсе жоқ демеуші ме еді әкесі. Қыл үстінде тұрған қысылтаяңда естігенді естен тандырар ерік жігерің болсын деген. Иә, сөйткен. Түйсігінен төбе шашын тік тұрғызған, әрі таң қалдырған, әрі қуандырған да сияқты мүлде тосын, күтпеген, білмеген оқыс ой қылаң берген. Енді содан айырылып қалмау үшін жан ұшырды. Жан ұшырып тұрып, әжептәуір ұзап кеткен қатын баласының соңынан қарады. Алдынан жарылқай көр деп күбірледі. Артындағы алба жұлбаларға қараған, хайуандар деді даусы қырылдап. Баламнан аулақ, әйелімнен аулақ, мені жеңдер. Қара мылтықтың ұңғысын жүрегіне тіреді. Гүрс еткен дауыстан кейін көз алды қап-қара болып қала берді. Әйелі біраз ұзаған еді. Жайдақтау сайға жеткен. Жылтырап жіп-жіңішке су ағып жатыр. Таңдайы құрғап келе жатыр еді. Татып көрсе, суы ащылау екен. Сонда да екі жұтты. Арқасына таңып алған нәрестесі үнсіз. Аман екеніне жотасын жылытқан демінен білінді. Шешіп алып, сәл белін жазбақ болып, бойын тіктей беріп еді. О, сұмдық! Анадайда арса-арса көк боры тұр, бұларға үңіліп. Кет әй, кет деп шыңғырып жіберді. Бірақ өз даусының өзі естіген жоқ. Жан ұшырып жан жағына қараған. Қу медиеннен өзге көзге еш нәрсе көрінбейді. Күйеуі қайда? Қайтты ол. Мылтықтың 2 рет гүрсеткенін естіді ғой. Екеуін жайратқан шығар. Үшіншісін, патроны 3 емес пе еді? Оның атылғанын естіген жоқ қой. От алмай қалды ма? Дәрісі немесе пистоны дымданып қалса сөйтетінін білетін. Қасқыр сол қалпы. Орнынан тапжылмай үңіледі. Бұл бұрыла берсе, артынан келіп бас салатын сияқты. Не істерін білмей, буын-буыны құрып көзінен жас парлады. Баласы да қимылдай бастаған. Кенет көк бөрі теріс қарап шоқиып отырды. О несі деп ойлаған, зәре иманы қалмай тұрған әйел дәнеңе түсінбей. Сол кезде қоржынын тастап кету келді ойына. Соның ішіндегі барын жеп, жөніне кетер деп үміттенді. Тамақсыз өз күндерінің қалай болары қаперіне де кірген жоқ. Қоржынды тастады да апыл-тапыл алға басты. Сол кез атылған мылтық даусы еміс-еміс естілген. Дереу тоқтай қалып артына жалт қарады. О Құдай, көкбөрі орнында жоқ, жым-жылас, қоржын орнында. Мылтықтың даусынан безіп кетті сірә, деп сенді. Және ойлаған, күйеуі аналардың 3-шісінде жайратты. Өлтірді кісіні. О Құдай, бұл не сұмдығың еді? Не жаздық саған? Неге мәжбүрледің адамды адам жеуге, адамды адам атуға? Басқа жолын қалдырмағаның не? Амалын мүлде тауысқаның қалай? Күйеуімді кешіресің бе енді? Қоржынына қайта оралды. Қыңқылы көбейген баланы арқасынан босатып алған.
Әуелі оның аузына қозы қарынға құйып алған қайнақ судан тамызды. Сосын талқан шайнап беріп отырды. Шайнап отырып, өзі де жұтып жібере жаздайды. Тым құрыса бір жолы. Бірақ өйтуге дәті бармайды. Осы келе жатқан жолында бойына біткен бір тосын шыдам, ерекше ерік оған жібермейді. Тек ашылған қоржын аузынан қақталған піскен еттің иісіне елти береді. Тым құрыса бір кесетін аузына салуға үздігіп тұр. Іркілді. Күйеуінсіз. Келеді ғой енді. Қуып жетеді. Сонда, деп күбірлеген. Тоса тұрмақ ойда. Бірақ қадалып қанша қараса да күйеуі көрінбеді. Ей, тағы да оқыс шыққан даусын өзі естімей қалды. Баласын бауырына қатты қысып сілеп қалған. Анадайда жаңағы көк бөрі. Көктен түсті ме, жерден шықты ма? Жоқ әлде, көзін апыл-ғұпыл сүртіп кең ашып қараған. Иә, сол. Арса-арса көк бөрі. Не керек саған, деп бақырды. Кет, жоғал. Өзі дереу жиналып, баласын арқасына әзер таңып алып, тұра жөнелді. Қоржын жайына қалды. Тек дорбадағы талқанды іліп әкетті. Қанша жүрді білмейді. Ара-арасында артына қараса, қасқырдың қарасы көрінбеген. Қоржындағыны жеп жайына кеткен шығар. Өліп талып жатып, есі кірелі шығарлы, басы мен аяғы қай жерден бітетіні белгісіз, көлденең қыратқа, күн ұясына қонуға аз қалғанда жеткен. Одан әрі әл дәрмені қалмай қалды. Етектегі шөбі көк жасыл қойнаудың жарлауытына жақын келіп отыра кеткен. Қолы қалтырап баласын алдын алды. Көзі жылтырап езу тартады. Ерні кеберсіпті. Онысын қимылдатып басын олай-бұлай қозғай береді. Талқанда іле кеткеніне қуанды әйел. Сол сәт есін жиып алды. Күйеуім, деп жүрегі суылдар қоя берген. Жүруге шамасы келмей, жолда қалды ма? Өкпесінің ауыратыны бар еді ғой. Әлгі құлжаны атқанда, соның етін 4-5 барып жаяу тасығанда жабысқан. Қатты аязда тері қатып. Көп ұзамай тық-тық жөтел. Кенет біреу ыңыранғандай болды. Елең етіп, есі шығып айналасына қараса, тура жанында әлгі көк бөрі тұр. Алақоржын да жанында. Әйел шалқалақтап құлай берді. Қай кез екенін есін жиса, баласы бір жақта аяқ-қолы ербеңдеп жылап жатыр. Бас салып бауырына қысты. Алақоржын жатыр. Қасқыр жоқ. Көрінбейді. Жан-жағын көзімен тінтіп ұзақ қарады. Үшті күйлі. Алақоржынның аузын ашып үңіліп еді, ештеңесіне тимеген. Әйел не ойлап, не қоярын білмей аң-таң қалды. Бұл не? Қоржынды кім әкелді? Тастап кетіп еді ғой. Сонда жаңағы бөрі қасқыр емес шығар ол. Солай болып жүрген баласының періштесі шығар. Періштесі болатын дейтін еді ғой үлкендер. Періштесі. Сапырлысқан сандаған ойдың жауабын таба алмады ол. Тек аң-таң. Аздап өзіне келе бастады. Қаптап келе жатқан қараңғылықпен қалғып кетті. Оқыс оянып кеткен екен. Аспан ашық, самсаған жұлдыз. Кенет көзі сонадайдағы қарақапталдан жанып тұрған оймақтай екі отқа түсті. Қатар тұрған екі шоқ. Соны ұзақ бағып отырды. Бір қызығы жүрегінде сезік, үрей тұрғанымен соншалық қорыққан жоқ. Таңғылайып келе жатқанда қапталдағы екі шоқтың орнынан тұрып бара жатқан көк бөріні көрді. Не керек, балалы әйел көлденең қыраттан асып, ар жағындағы қара жусанды қу медиенді тағы бір тәулік жүріп өтіп, үлкен жолдың бойындағы бекетке жеткенше көк бөрі соңдарында оқта-текте көрініп отырған еді. Арада 5-6 жыл өтіп, арқарлы асуына адам ізі қайта түсе бастағанда, баяғы кіре жолдың бойынан жүргіншілер шашылып жатқан адам сүйектерін көреді. Жалғыз адамның. Қазаққа сәбет сұмдықтың жасаған зұлматы ғой, деген сөз бәрінің көкейінде күңіреніп тұрды. Бірақ бір-біріне онысын дауыстап айта алмады.
қолдарынан келгені шашылып жатқан сүйектерді жиып жерлеп кетті. Оның кімнің сүйегі екенін олар да, кейінгілер де білген жоқ. Авторы Несіпбек Дәутайұлы.